Сәлеметсіз бе, Вальберспен айналысып жүрген кәсіпкер? Сіз кейбір проблемалардың шешімін таппай жүргеніңізді білемін. Себебі мен де сіздің орныңызда болғанмын. Көп заказ келген кезде ақша таппай қиналып қалып жатасыздар. Мен сізге осы мәселені шешудің жолдарын ұсынамын. 3 миллион теңге грант және 10 миллион теңге инвестиция сіздерге қарастыруға мен дайынмын. Осы видеоны соңына дейін қараңыз. Мен сізге инвестицияны қалай алу керектігін толыққанды айтатын боламын. Сізге инвестиция және Вальберс туралы айтатын мен кіммін деген сұраққа мен сізге жауап берейін. Менің есімім Садуақас, мен Вальберс экспертімін. Осы сала бойынша менің 1,5 жылдық тәжірибем бар. Осы уақыт аралығында Вальберстен білім алу үшін 7 миллион теңге жұмсадым. Қазақстандық 8 эксперттен және россиялық 5 эксперттен білім алдым. 50-ге жуық тауарды аналитикалық тесттен өткіздім. Одан бөлек Жеңіс Есенгелдиннің тек қана бизнесмендерге арналған 32 күндік бизнес практикум білімімен және инвестиция сабақтарын оқып алдым. Мен 2022 жылы тамыз айында 10 миллион теңге инвестиция тартқан болатын. Ол инвестицияны аксессуар, коврик, шұлық, тағы да пылесос, сол секілді товарларды Вальберс арқылы сатуға жұмсадым. Және 3 айдың ішінде 17 миллион теңге табысқа шықтым. Бірақ осыдан кейін рубльдің құлап кетуіне байланысты және дұрыс аналитика жасамағаныма байланысты және мен Вальберстің фишкаларын толыққанды білмегенімізге байланысты мен 7 айдың ішінде 47 миллион теңгеге минусқа кірдім. Рейтинг түсіп кетті және соның арқасында бізде инвесторлармен арамызда дау пайда болды. Олардың маған айтпаған сөзі қалмады. Даже маған олардың теңеу бойынша мошенникке дейін алып барды. Және олар менің артынан, қалай айтсақ деген, көш адамдар дейін ма, сонда адамдарды салуға дейін, даже өлтіруге дейін деген сияқты темаға дейін біз барып қалдық. Осыдан кейін мен қатты депрессияға кіріп кеттім. Кейін өзімнің жіберген қателерімді түсініп, оларды қолға ала бастадым. Вальберстің қыр-сырын, фишкасын және өзінің ішіндегі реклама, басқа да аналитикалық сайттардың бәрін өзім меңгеріп, қолға алдым. Қарызға кіріп кеткен кезде қарыз берушілермен қалай сөйлесу керектігін мен толыққанды үйрендім. Инвестиция тартқан кезде қандай критерийлерге мән беру керек, нені ескеру керек, қанша пайыз бөлісу керек, қалай келісу керек, барлығын түсіндім. Сауданы көтеретін лайфхактарды мен меңгердім. Осы алған білімнің арқасында қазіргі таңда 40 миллион теңге қарызымды қайтарып құтылдым. Қазіргі таңда мен Вальберспен тұрақты табыс тауып жатырмын. Менің жіберген қателерімді Вальберспен айналысып жүрген жандар қайталамасын деген ниетпен, біліммен және тәжірибеммен бөлісейін деп шештім. Қазіргі таңда Вальберспен айналысып жүрген жандардың басты проблемасын айтайын ба? Көп заказ түсіп кетуден қорқады. Яғни бұл жерде ол ақша таба алмай қалам деп қорқады. Нишаны дұрыс таңдай алмайды және өтімді товарды таба алмайды. Заказды көбейтетін фишкаларды білмейді. Өзіне деген сенімділігі жоқ. Қытайдан тікелей товар алдыртуға қорқады. Сенімді және тұрақты поставщик жоқ. Сауда бар, бірақ табыс жоқ. Товар тауып берші дейді, но тауып берген товарды сата алмайды. Біреуде өтіп тұрған товар сенде өтпейді. Рейтингіңіз түсіп кетті, болмаса блокқа кетіп қалды. Жаман комментарий және отзывтар, вопростар сізде көбейіп кетті. Басты мәселе конкуренттің шабуылына дайын емессіз. Эмпасас және басқа да аналитикалық сайттарды толығынан қолданбайды. Инвестиция тартқысы келеді, бірақ қалай инвестиция тартудың жолдарын білмейді. Қалай келісу керектігінде білмейді. Егер сізде осы айтқан проблемалардың біреуі болатын болса, сізде жақын арада үлкен оборотқа шығуға мүмкіндігіңіз өте төмен. Мен осы проблемалардың барлығын шешу жолдарын сізге үйрететін боламын. Және толық үйреніп шығатын болсаңыз, 3 миллион мен 10 миллион аралығында сізге инвестицияны өзім беретін боламын. Бар болғаны төмендегі кнопканы басыңыз, номеріңізді қалдырыңыз, біздің менеджерлер сізге міндетті түрде хабарласатын болады. Чао!